Нұржан үшін әкесі әрқашан мықты адамның үлгісі болатын. Ауылда оны бәрі сыйлайтын, ақыл сұрайтын, дау болса төрелік айтатын. Үйде де оның орны бөлек еді. Анасы өмір бойы күйеуін құрметтеп өтті, ал балалары әкесінің айтқанын екі етпейтін. Сондықтан Нұржан ешқашан әкесінің өмірінде олар білмейтін құпия болуы мүмкін деп ойлаған емес. Әкесі кенеттен қайтыс болғанда бүкіл отбасының өмірі өзгеріп кетті. Үй іші босап қалғандай болды. Бұрын кешкісін төрде отырып әңгіме айтатын адам жоқ. Анасы үнсіз қалып қойды. Қарындасы жиі жылайтын болды. Ал Нұржан болса өзін ұстап жүруге тырысты. Өйткені енді үйдің үлкені өзі еді. Жаназа өтіп адамдар тарағаннан кейін үйде құжаттарды жинастыру басталды. Әкесінің қағаздары, жер құжаттары, банк анықтамалары бәрін реттеу керек болды. Бір күні Нұржан қоймадағы ескі сандықты ашты. Бұл сандыққа әкесі ешкімді жолатпайтын. Ішінде сарғайған қағаздар, ескі суреттер, қойын дәптерлер жатыр. Нұржан бір папканы ашып қалды. Ішінде ақша аударымдарының түбіртектері бар екен. Бір рет емес, ондаған рет. Жыл сайын бір әйелдің атына. Алғашында ол мұны түсінбеді. Бәлкім туыс шығар деп ойлады. Бірақ құжаттар көбейген сайын күдігі де өсе берді. Өйткені аударылған ақшаның көлемі аз емес еді. Кейбір жылдары әкесі өзіне жаңа көлік алмаған, үйге жөндеу жасамаған. Ал дәл сол уақытта әлгі әйелге ірі сомалар жіберіліп тұрған. Кешке ол анасына көрсетті. Анасы қағаздарды ұзақ қарап отырды. Бір кезде ғана: «Мен бұл адамды танымаймын» деді. Даусы дірілдеп шықты. Нұржан алғаш рет анасының көзінен қорқынышты көрді. Келесі күні ол аударымдағы мекенжайды қарап шықты. Басқа қала, 300 шақырымдай жерде. Ішіндегі бір нәрсе тыныштық бермеді. Ақыры жолға шығуға шешім қабылдады. Жол бойы өзін түрлі ой мазалады. Мүмкін әкесінің қарызы шығар. Мүмкін бір туысқан. Мүмкін біреуге көмектескен болар. Бірақ жүрегі басқа нәрсені сезіп тұрғандай еді. Түстен кейін ол көрсетілген мекенжайға жетті. Кәдімгі шағын үй. Таза. Ұқыпты. Қақпаны ақырын қақты. Біраздан кейін есік ашылды. Орта жастағы әйел шықты. Нұржан өзін таныстырды. Сол сәтте әйелдің жүзі өзгеріп кетті. Қолындағы шәйнегі жерге түсіп кетті. Ол бірнеше секунд бойы үнсіз қарап тұрды. Сосын ақырын ғана: «Сен Нұржансың ба?» деді. Нұржан таң қалды. «Иә. Бірақ сіз мені қайдан танисыз?» Әйел жауап бере алмады. Көзінен жас шығып кетті. Дәл сол кезде үйдің ішінен бір жігіт шықты. Жасы 22-лер шамасында. Нұржан әлгі жігітке қарады да орнында қатып қалды. Өйткені ол өз бейнесін көргендей болды. Бірдей көз, бірдей қас, бірдей жүз. Тіпті жүрген жүрісіне дейін ұқсас. Екеуі де бір-біріне үнсіз қарап қалды. Ал әйел екі қолымен бетін жауып жылап жіберді. Содан кейін ғана әрең сөйлеп: «Мен бұл күннен қатты қорқып жүредім» деді. Нұржанның жүрегі қатты соғып кетті. «Не болып жатыр? Айтыңызшы». Әйел көз жасын сүртіп алды. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын өмірін өзгертетін сөзді айтты: «Сенің әкең тек сенің әкең емес еді». Сол сөзден кейін аулада ауыр тыныштық орнады. Нұржан әйелдің жүзіне қарап тұрды, бірақ жаңа естіген сөздерін қабылдай алмай жатты. Бірнеше секунд бұрын ғана ол бейтаныс үйдің алдында тұрған еді, ал қазір оның бүкіл өмірі төңкеріліп кеткендей болды. «Не айтып тұрсыз?» деді ол әрең. Әйел үйге кіруге шақырды. Нұржан үнсіз кірді. Қонақ бөлмеде бәрі қарапайым еді. Қабырғада суреттер ілулі тұр. Отбасылық суреттер. Нұржанның көзі бір суретке түсті. Суретте әкесі тұр. Жанында осы әйел. Ал ортасында жаңағы жігіт. Нұржанның қолы дірілдеп кетті. Енді күмән қалмаған еді. Бұл қате емес. Бұл кездейсоқтық емес. Бұл шындық.
Жылдар бойы жасырылған шындық. Жаңағы жігіт үнсіз отырды. Ақыры өзі сөйледі. Менің атым Дәурен. Нұржан ештеңе демеді. Мен де кеше ғана емес, көп жылдан бері бәрін білемін, деді ол. Бірақ сендер туралы толық білмедім. Нұржан оған қарады. Сонда сен менің бар екенімді білдің бе? Иә. Ал мен сенің бар екеніңді бүгін ғана біліп отырмын. Дәурен көзін төмен түсірді. Сол сәтте Нұржанның ашуы қайнай бастады. Әкесіне деген ашу, өзіне деген ашу, барлығына деген ашу. Өйткені оның өмір бойы сеніп келген адамы екі түрлі өмір сүрген. Кешке дейін олар сөйлесті. Әйелдің аты Гүлмира екен. Ол әкесімен 20 жылдан астам бірге болған. Ресми неке болмаған. Бірақ олар отбасы болып өмір сүрген. Әкесі ай сайын келіп тұрған. Мерекелерде де. Дәуреннің оқу ақысын төлеген. Үй сатып алып берген. Қасында болған. Нұржан тыңдап отырып іштей күйіп бара жатты. Өйткені әкесі дәл сол күндері олардың үйінде де отырған. Бір қалада бір отбасы. Екінші қалада екінші отбасы. Және ешкім ештеңе білмеген. Сол түні Нұржан үйіне қайтты. Анасы оны күтіп отыр екен. Ол бәрін айтып берді. Басында анасы үнсіз тыңдады. Бір сөз айтпады. Бірақ соңында қолындағы шай кесесін қоя салды. Көзінен жас ақты. 40 жыл деді ақырын. Тағы үнсіздік. 40 жыл өмір сүрдім, онымен оның дауысы сынып кетті. Сонда мен ештеңе білмегенмін бе? Нұржан жауап бере алмады. Өйткені бұл сұраққа жауап жоқ еді. Келесі аптада жағдай одан сайын ушыға түсті. Қарындасы бәрін білген соң жылап шықты. Нағашылары араласты. Ағайындар ести бастады. Ауыл ішінде сөз тарады. Кеше ғана үлгілі әке болып жүрген адамның артынан түрлі әңгіме айтыла бастады. Біреулер оны кінәлады. Біреулер ақтады. Бірақ ең қиыны екі отбасының балалары еді. Өйткені олар ештеңеге кінәлі емес. Бірақ дәл солар ең ауыр соққыны алды. Бір күні Дәуреннің өзі хабарласты. Кездесейікші. Нұржан ұзақ ойланды. Бірақ келісті. Екеуі кафеде кездесті. Алғашында үндемей отырды. Бір-біріне қарап. Өздеріне ұқсас адамға қарап. Ақыры Дәурен сөйледі. Сен мені жек көріп тұрған шығарсың. Білмеймін, деді Нұржан. Бұл шын жауап еді. Мен де сені көргенде сондай болдым. Тағы үнсіздік. Сосын Дәурен күтпеген сөз айтты. Бізді де алдаған. Нұржан басын көтерді. Не? Біз де бәрін жаңа білдік. Қалай? Біз әкем сендерден ажырасып кеткен деп ойладық. Нұржан қатып қалды. Не дедің? Солай айтқан. Осы сөзден кейін Нұржан алғаш рет басқа шындықтың бар екенін сезді. Мүмкін екі отбасы да толық шындықты білмейтін шығар. Мүмкін олар ойлағаннан да үлкен өтіріктің ішінде өмір сүрген шығар. Дәуреннің соңғы сөзі Нұржанның ойынан шықпай қойды. Үйге қайтып келе жатқанда ол бір ғана нәрсені ойлады. Егер олардың отбасына бір шындық айтылып, ал екінші отбасына басқа шындық айтылса, онда әкесі 20 жыл бойы екі жаққа да өтірік айтып келген болып шығады. Бірақ не үшін? Осы сұрақтың жауабын ешкім білмеді. Келесі күндері Нұржан мен Дәурен бірнеше рет кездесті. Басында екеуі бір-біріне сақ қарап жүрді. Өйткені бір-бірін көрген сайын әкесінің өтірігі еске түсетін. Бірақ уақыт өте олар түсіне бастады. Бұл жағдайға кінәлі өздері емес. Бір күні Дәурен ескі қорап алып келді. Мұны анам маған берді, деді. Қораптың ішінде ескі суреттер, хаттар және қойын дәптер бар екен. Нұржан дәптерді ашты. Алғашқы бетінде әкесінің қолтаңбасы тұр. Екеуі үнсіз оқи бастады. Дәптер күнделік сияқты жазылған екен. Жылдар бойы. Бет сайын әкесі өз ойларын жазып отырған. Алғашқы беттерде Гүлмира туралы жазылған. Кейін Нұржанның анасы туралы. Сосын балалар туралы.
Оқыған сайын екеуінің де жүздері өзгеріп отырды. Өйткені дәптерде бір нәрсе анық көрінді. Әкесі екі отбасының ешқайсысынан бас тарта алмаған. Бірін таңдауға батылы жетпеген. Ал уақыт өткен сайын өтірік ұлғайып кеткен. Бір күні шындықты айтамын деп жүрген. Келесі жылы айтамын деп жүрген. Сосын тағы кейінге қалдырған. Жылдар өте берген. Ал өтірік өмірдің өзіне айналған. Нұржан бір жерге келгенде тоқтап қалды. Дауыстап оқыды. Ең үлкен қорқынышым балаларымның бір күні бір-бірін жау көруі. Бөлмеде тыныштық орнады. Екеуі де сөйлемеді. Өйткені дәл сол нәрсе болып жатқан еді. Келесі бетте тағы бір сөйлем тұрды. Бір күні мен кетемін. Сол кезде бәрі ашылады. Менің қателігім үшін балаларым жауап береді деп қорқамын. Нұржан дәптерді жапты. Оның ішінде ашу бұрынғыдай күшті емес еді. Оның орнын өкініш басып келе жатқан. Сол кеште екі отбасы алғаш рет бір үстелдің басына жиналды. Ауыр кездесу болды. Нұржанның анасы, Гүлмира, балалар, барлығы. Алғашында ешкім сөйлей алмады. 20 жылдан астам уақыт бойы бір-бірінің бар екенін білмеген адамдар енді бір бөлмеде отыр. Сосын сөз басталды. Алғашында жай, кейін эмоциямен, кейде жылаумен, кейде ашумен. Сол кеште бәрі бір нәрсені түсінді. Екі жақта өзін алданған сезінген. Екі жақта өзін құрбан сезінген. Және ең бастысы, екі жақта шындықты білмеген. Түннің соңында Нұржан анасына қарады. Анасының жүзі шаршаған еді. Бірақ бұрынғыдай ашу жоқ. Тек ауыр қайғы. Сол кезде ол күтпеген нәрсені айтты. Мен одан жек көріп кеткім келеді, даусы дірілдеп шықты. Бірақ 40 жыл бойы жақсы көрген адамымды қалай жек көремін? Ешкім жауап бере алмады. Өйткені бұл сұрақтың жауабы жоқ еді. Бірақ дәл сол сәтте Нұржан алғаш рет бұл оқиғаның мұра туралы емес екенін түсінді. Бұл шындық туралы еді. Және сол шындық бәрін жаралаған еді. Ал ең ауыры әкесі енді өзін ақтай алмайтын еді. Әкесі қайтыс болғанына жарты жыл өтті. Алғашқы күндердегі ашу, айқай, өкпе біртіндеп басылғанымен ешкім бұрынғы адам болып қалған жоқ. Бір шындық екі отбасын ғана емес, ондаған жылдық естеліктерді де өзгертіп жіберген еді. Нұржан кейде әкесінің суретіне ұзақ қарап отыратын. Бұрын бұл суреттен сенімділік көретін. Қазір ол суреттен шаршаған адамды көретін болды. Өмір бойы екі әлемнің арасында қалған, ешқайсысына толық шындықты айта алмаған адамды. Бір күні Дәурен хабарласты. Ауылға бара жатырмын. Әкемнің басына. Нұржан біраз үнсіз қалды. Мен де барамын. Сол күні екеуі алғаш рет ағайынды адамдар сияқты бірге жолға шықты. Бұрын олар бір-бірін мүлде білмейтін. Кейін бір-бірін жек көргендей болды. Ал қазір тағдырдың екеуіне де бірдей соққы бергенін түсінген еді. Қорымға жеткенде ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Әкесінің аты жазылған тас алдында. Екеуі де ойға батып кеткен. Ақыры Дәурен сөйледі. Білесің бе, мен кішкентай кезімде әкем кеткен сайын жылайтынмын. Нұржан оған қарады. Неге? Өйткені ол үнемі асығыс болатын. Мен оны жұмысқа кетіп бара жатыр деп ойлайтынмын. Нұржан ашы жымиып қойды. Ал мен оны үнемі сапарға кетіп жүр деп ойлайтынмын. Екеуі үнсіз күліп жіберді. Бірақ ол күлкінің ішінде ауыр мұң бар еді. Сол сәтте олар бір нәрсені түсінді. Бір адам екі отбасыға да әке болуға тырысқан. Бірақ соңында екі отбасында жаралаған. Бірнеше аптадан кейін күтпеген жағдай болды. Нұржанның анасы Гүлмираға хабарласты. Алғашында балалар таң қалды. Кейін олар кездесетін болды. Ұзақ сөйлесті. Жылады. Өткенді еске алды. Сол кезде екі әйел бір нәрсені мойындады. Олар бір-бірінің жауы емес еді.
Екеуі де бір адамның таңдауының салдарын көтеріп жүрген адамдар болатын. Уақыт өте екі отбасының балалары араласа бастады. Мерекелерде кездесетін болды. Бір-біріне қонаққа баратын болды. Жоғалған жылдарды қайтару мүмкін емес еді. Бірақ жаңа қарым-қатынас құруға болатын еді. Бір күні Нұржан әкесінің күнделігін қайта ашты. Соңғы беттерінің бірінде қысқа ғана сөйлем жазылыпты. Егер бір күні балаларым бір-бірін тапса, олар мен жіберген қатені қайталамаса екен. Нұржан ұзақ отырып қалды. Сосын дәптерді жапты. Көзінде жас тұрды. Өйткені әкесі өмір бойы қорыққан нәрсе орындалмаған еді. Иә, шындық бәрін жаралады. Иә, көп адам алданды. Бірақ соңында екі отбасы мұраны емес, бір-бірін тапты. Ал әкесінің ең үлкен қорқынышы орындалмай қалды. Сол кезде Нұржан өміріндегі ең маңызды нәрсені түсінді. Кейде адамнан қалған ең үлкен мұра үйде емес, жерде емес. Ол артында қалған адамдар. Ал егер сол адамдар бір-бірінен айырылып қалса, ешқандай байлықтың құны болмайды.